Сәлеметсіздер ме достар? Мен сіздерге іш қатуды үй жағдайында қалай емдеу керек, сол жайында айтатын боламын. Бір стақан қайнаған суымызға бір шай қасық мөл қосамыз және бір лимонымыздың шырынын сығып қосамыз. Бұл сусынымызды азанда аш қарынға ішеміз. Және екінші тәсілі жуылған 2 орташа картошканы аламыз. Оны жуып тазалап, ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштан өткізілген картофымызға бір шай қасық қант қосамыз. Бұл қоспамызды кешкі тамақтан кейін жатарға 1-2 сағат қалғанда ішіп жеп жату керек. Және азанда ішіңіз жүретін болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лүпіл басып, пікір қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.